Садақа қолында азнаулақ ақша болса да, бере беруге болатын абзал іс. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, малдарыңызды зекетпен қорғаңыздар, ауру шырқаттарыңызды садақа беріп емдеңіздер. Басыңызға келген бәлекеттерге де Алладан жалбыранып дұға етіп көмек сұраңыздар деген. Бай болудың жолдары өте көп. Біреулер мұрагерлік алып жатса, ал екіншісі өз еңбегімен табады. Ал кейбіреулердің жолы болып, қазына тауып, немесе лотерея ұтып алып жатады. Ал оларды жаратудың жолдары одан да көп. Көптеген адам ақшаны өз қажетіне жұмсап жатады. Бірақ арамызда өз байлығынан бас тартып жатқан адамдар да бар. Олар кімдер? Неге бай өмірді тастап қарапайым өмірді қалады? Бүгін біз осындай 7 миллионермен таныстырамыз. Бастамас бұрын каналымызға жазылып лайк басамыз. Жаңа видеомызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Британия байы өзінің байлығын Угандадағы кедейлердің өмірін жақсарту үшін жұмсады. Уганда балаларына қайырымдылық көрсететін ұйым ашу үшін сол жаққа көшіп барғысы келеді. Бұл кісі өзінің миллионын тапқаннан кейін, бұл ақша маған бақыт әкелмеді деп, өзінің вилласын, көлігін, ұшағын барлығын сатып, Оңтүстік Америка кедейлеріне көмектесетін қайырымдылық қорына салды. Брайан Бернидің қайырымдылықпен айналысуына өзінің әйелі себепкер болды. Дәлірек айтатын болсақ, оның ауруы. Олар оған дейін де ісік ауруымен ауыратындарға көп мөлшерде ақшамен қайырымдылық жасайтын. Кейін әйелі ауырып шыққаннан соң, Брайан барлық құнды қағаздарын сатып, заманауи медициналық орталық ашуға шешім шығарды. Миллард Фуллерге байлық ерте келді, бірақ ақша әйел екеуіне кері әсер етіп, одан кетіп қалған еді. Миллард ақшадан бас тартқаннан кейін қайтадан қосылды. Екеуі бірігіп, жер бетіндегі кедейлерге үй салып беретін ұйым ашты, және тағы да басқа қайырымдылық жобаларымен айналысты. Бұл кісі барлық байлығынан бас тартып, монахтық өмірге бет бұрды. Осылай ол өз бақытын тапты. Қазір оның өз аяқ киімі де жоқ. Тағда бір үйсіз миллионер. Ол өзінің зәулім үйлерін, барлық мүліктерін сатып, байлығын қайырымдылық қорына таратып жіберді. Николас мұның себебін ақшаға қызығушылығының жоғалғанымен түсіндіреді. Duty Free сауда желісінің негізін қалаушы Чарльз Финни барлық байлығын қайырымдылыққа таратып жіберді. Ол адамдарға көмектесу үшін өлімді күтудің не қажеті бар деп шешті. Оның жеке үйі де жоқ, және қоғамдық көлікпен жүреді.